Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін сіздерге ПП шарлотканың рецептісін ұсынамын. Қамыры песочный тестоға ұқсайды және дәмі өте керемет болып шығады. Ингредиенттерді граммдар бойынша видеоның астына жазып қоямын. Начинкасына бізге 4 алма, лимон шырыны және сахарозаменитель қажет. Қамырына бізге жұмыртқа, күріш ұны, жүгері ұны, зәйтүн майы, сүт, ерітілген сары май, қопсытқыш, шым тұз керек. Ең алдымен алмаларды қабығынан аршып аламыз. Және орташа бөліктерге бөліп, квадрат түрінде тураймыз. Турап болдық, енді үстіне сахарозаменитель қосамыз. Үстіне лимон шырынын себеміз. Лимон алмаға сіңу үшін қасықпен араластырамыз. Алма начинкасын шет жаққа қойып қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ыдысқа күріш ұнын қосамыз. Содан кейін жүгері ұнын қосамыз. Үстіне зәйтүн майын құямыз. Ал енді ерітілген сары майды қосамыз. Үстіне жұмыртқаны жарып саламыз. Ыдыстағы қамырды вилкамен немесе үлкен қасықпен араластырыңыз. Себебі мен венчикпен араластыра алмадым. Енді үстіне сүтті құямыз. Тағы да үлкен қасықпен араластырамыз. Үстіне сахарозаменитель себеміз. Шым тұз қосамыз. Тағы да ас қасықпен араластырамыз. Енді үстіне 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Видеода қопсытқыш қосуды ұмытып кетіппін. Формаға пергамент қағазын төсейміз және сары маймен жағып шығамыз. Ең алдымен формаға қамырымызды саламыз. Және қамырды формаға сәйкес тегістейміз. Үстіне алманың начинкасын қолмен саламыз.
180 градуста пеште 35 минут ұстаймыз. Енді бізге заливканы дайындау керек. Бізге жұмыртқа, ерітілген сары май, сахарозаменитель және миндальные лепестки қажет. Ыдысқа жұмыртқаны жарамыз. Үстіне сахарозаменитель қосамыз. Венчикпен көпіртеміз. Енді үстіне ерітілген сары май қосамыз. Венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Пештен пирогымызды шығарамыз. Формадағы шарлоткаға заливканы құямыз. Үстін миндальные лепескімен әсемдейміз. Миндальные лепескидің орнына жаңғақты ұнтақтап сепсеңіз болады. Қыздырылған пеште тағы 10 минут ұстаймыз. ПП шарлотка соншалықты дәмді, аузыңызда еритін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге және отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген ПП рецепттер болады.